Армысыздар, жақсыларым. Топ 100 жобасына қош келдіңіздер. Ұлы Абай атамыз айтқандай, адамның жақсы болуы тегінде емес, тәжірибесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға іш алуан адамның мінез жығады. Ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан, әсіресе олардың қайсысын жақсы көрсе, содан көп жығады дегендей. Мен өз сынып жетекшім Алтаева Айжан Дихан қызынан көп білім алдым. Ұстазымның қолдауымен түрлі жарыстарға қатыстым. Поэзияға деген қызығушылығым да арта түсті. Маған Мұқағали Мақатаевтың, Абай Құнанбайұлының өлеңдері ұнайды. Ең жақсы көретін өлеңім Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым». Абай Құнанбайұлының 45 қара сөзін жатқа білдім. Кітап менің досым, ақылшым. Кітапты көп оқыған адамның сөйлеуі де өзгереді екен. Ойымды анық жеткізіп, көркем сөйлей бастадым. Қазіргі таңда бәнерлеп оқу сайыстарында бірнеше мәрте жеңімпаз атанып, белестерді бағындырып жүрмін. Республикалық деңгейде Абай дана, Абай дара қазақтан бірінші орын. Тәуелсіздік маңдайдағы бағым бол, бас жүлде, тау тұлғалы талантқа тағзым. Екінші орын байқауларының жеңімпазымын. Алдағы алар асуларыңызды бағындырып, биік белестерді жете берейік. Топ 100 жобасының қатысушыларына сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.